Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Scratch программасында жобаны сақтау және ашу. Бүгінгі үйренетініміз Scratch программалау ортасында жобаны сақтау және ашу. Программалау ойын алаңында жобаны сақтау және ашу. Балалар, біз бұл бағдарламада жұмысты жасап қана қоймаймыз, және ол жасалған жобамызды сақтай аламыз. Ол үшін файл, компьютерде сақтау командасын басып, сақтаймыз. Ал егер ашатын болсақ, тағы да файл, компьютерде жүктеу батырмасын басып, жасалған жұмысымызды ашамыз. Программалау жасалған жобаны қалай сақтауға болады? Біз жасаған жобамызды кез келген уақытта ашып көру үшін компьютерге сақтаймыз. Ол үшін файл ретінде сақтау командасын орындаймыз. Файлға арнайы атау береміз. Балалар, есімізде сақтайық. Файл белгілі бір атаумен сақталған программа немесе құжат. Назар аударайық. Кейіпкер бейнесінің өзгеруі костюм деп аталады. Мына суретте екі костюм беріліп тұр. Scratch'те сақталған жобаны қайта ашып, жұмыс істей аламыз. Ол үшін мәзір жолағынан файл ашу командасын таңдаймыз. Тапсырма: киіз үй, бесік, үстел, тағы сол сияқты суреттерді фон және кейіпкер ретінде қолдануға бола ма? Балалар, сіздер «я» немесе «жоқ» деп жауап беріңіздер. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші, ізденіп орында. Музыкалық аспапты сәйкес түстермен боя. Суреттегі бояу түстері Scratch'те қандай блоктарға сәйкес келеді? Оларды қарандашпен боя. Келесі тапсырма: ойланып белгіле. Суреттегі командаларды ретімен белгіле. Сөзді тап. Мына жасырылған сөздің жауабын жаз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.